Саламатсыздар ма? Мен Дүйсенова Раушан Құсайынқызы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жаратылыстану пәнін оқытудың әдістемесі. Мазмұны: бірінші бөлімде кіріспе, екінші жаратылыстану пәнінің мақсаты, үшінші жаратылыстану баланы мамандыққа бейімдеуші пән, төртінші оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалім шеберлігі, бесінші қорытынды бөлім. Жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесінің даму тарихы. Жалпы жаратылыстану саласындағы ғылымдарды оқытып үйрету әдістемесі. Мектептерде оқыту әдістерінің дамуы 18 ғасырдың екінші жартысынан дами бастады. Пәннің дамуына биология мамандары, ғалымдар, көптеген әдіскер мұғалімдер көп жылдар бойы жүргізілген оқу әдістемелік жұмыстардың нәтижесі зор үлес қосты. Әдістемелік құралдар мен оқулықтардың мазмұны тарихтың дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі қоғамдық, әлеуметтік құрылымның ерекшеліктеріне тікелей байланысты болды. 18 ғасырдың бастапқы кезеңдерінде табиғат туралы пән жарық көрген жоқ. Осы ғасырдың екінші жартысында арнайы мектептерде жаратылыстану пәні оқыту процесіне енгізіле бастады. Екатерина екінші өз еліне білімді мамандар қажет болғандықтан Ресейде мұғалімдер дайындайтын семинариялар, халық училищелерін ашты. Сол кезде 5 жылдық бас училищелер және 2 жылдық кіші училищелер деп аталатын оқу орындары ашылды. Осы оқу орындарда академик Василий Федорович Зуев дәріс берді. 1786 жылы Зуев өз тегін көрсетпей 2 бөлімнен тұратын оқулық жазды. Оқулық Орыс империясының халық училищелеріне арналған табиғат тарихының нұсқасы деген атпен жарық көрді. Осы кезеңнен бастап жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесінің тарихы басталды. Оқулықтың бірінші бетінде автор пәннің мақсаты мен міндеттерін алғаш рет ашып берді. Оқулықта Зуев жаратылыстануды, табиғатты оқытудың жүйесі мен оқыту тәртібін былай көрсетті. Қазба байлықтар — ол өлі табиғат, танытатын әлем — ол өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі — ол зоология. Оқулықта өсімдіктер мен жануарларға, олардың биологиясына тоқтала отырып, адам өміріндегі пайдалану жолдарында қамтыған. Оқулықта 148 жуық өсімдіктер мен 157-ге жуық омыртқалы жануарларға сипаттама берілген. Мазмұндауда автор Карл Линнейдің систематикасын басшылыққа алып, саралаудан аулақ болып, адам тіршілігіне пайдалы өсімдіктер мен жануарлар түрлеріне көбірек тоқталған. Оқулықтың кіріспе бөлімінде сабақ берушілерге арналған ұсыныстар келтірілді. Сабақта әңгімелеу барысында көрнекіліктерді пайдаланудың тиімділігін көрсетті. Оқулықтың екінші бөлімі жаратылыстану тарихының бейнелері деп аталып, онда 57 сызба нұсқа, 193 сурет берілді. Осы бейнелер сабақ өту барысында оқушыларға таратылып берілуі тиіс. Әулие Петр қаласында «Растущий виноград» журналының бас редакторы қызметін атқарды. Оқулықтың құндылығы: барлық биологиялық мәліметтер нақты, ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Оқушылардың алған білімдерін іс жүзінде пайдалану жолдарын көрсете білген. Жаратылыстану пәнін оқытудың заманауи әдістері: төңкерілген сынып технологиясы, топтық жұмыс және болжау әдісі, жасанды интеллект құралдарын пайдалану. Топтық жұмыс сынып технологиясы — бұл әдісте оқушылар теориялық материалдарды, бейне сабақтар, оқулықтар өз үйінде өз бетінше меңгереді, ал сынып сабағында мұғаліммен бірге практикалық тапсырмаларды орындайды, проблемаларды талдайды. Бұл оқушылардың белсенді қатысуын және терең түсінігін қамтамасыз етеді. Ал топтық жұмыс және болжау әдісі бойынша топтық жұмыс оқушылар арасында ынтымақтастықты дамытып, бірлескен проблема шешу дағдыларын қалыптастырады. Болжау әдісі эксперимент алдында немесе кейін оқушыларға өз болжамдарын жасауға мүмкіндік береді. Бұл сыни ойлауды және ғылыми талдауды ынталандырады. Жасанды интеллект құралдарын пайдалану — ол виртуалды физикалық тәжірибелер, комикс жасау, интерактивті уақыт сызықтары сияқты платформалар оқу процесін қызықты әрі көрнекі етеді. Олар оқушыларға күрделі ұғымдарды оңай түсінуге және ғылыми эксперименттерді қауіпсіз орындауға мүмкіндік береді. Жалпы қорыта айтқанда, жаратылыстану пәні арқылы оқушылар мынандай нәрселерді үйренеді: қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізуді,
өлі және тірі табиғат болып жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен үдерістердің себептерін анықтауға, заманауи технологияларды сауатты пайдалануға, өзіндік қарапайым зерттеулерден қорытындыларын жасауға үйренеді. Қазіргі жаратылыстануда қолданылатын зерттеудің негізгі принциптері мен әдістерін меңгеру жас ұрпақтың дүниетанымын, ойлаудың ғылыми тәсілін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мектептегі жұмыс пен оқушы жетістіктерін арттырудағы негізгі тұлға ол мұғалім. Сондықтан мұғалім мына үш қағиданы үнемі басшылыққа ұстау керек. Бірінші, мұғалім пәнді жетік білу керек. Екінші, оқытудың жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдерін меңгеріп, сабақты тиімді қолдана білу керек. Үшінші, ақпараттық коммуникациялық технологиялар мүмкіндіктерін игеріп, себебі сапалы білім беру осы үш қағидаға негізделген. Мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыру үшін коучинг сессиялар, кері байланыс әдістері қажет. Тәуелсіз елдің тірегі білімді ұрпақ. Өркениет біткеннің өзегі білім, ғылым, тәрбие дейтін болсақ, осының барлығының бастауы бастауыш мектеп. Ал бастауыш буынның негізгі міндеті баланың жеке басын бастапқы қалыптастыруды қамтамасыз ету. Оның қабілеттерін дамыту, адамзаттың асыл қасиеттерін оқушы бойына сіңіру. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сабағымыз осымен аяқталды.